Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. 32-ші жаттығудың шешуіне қош келдіңіздер. Ядролық реакциялар, жасанды радиоактивтілік. Бірінші сұрақта Менделеев кестесін пайдаланып белгісіз x, y, z, a шамаларын анықтаңыз дейді. 32-де 16 s a z x, 32-де 15 b қосылған 1-де 1 h. Мына жақта астында зарядтарының қосындысы біріне тең болу керек. Демек z 0-ге тең. Жоғарыдан қараймыз. Мына 32, мына жақ 33. Демек a 1-ге тең. Сонда бұл 1-ден 0 деген нейтрон. b a z x қосылған 10 z y тең болады. 1 1 h қосылған 13-те 6 мынау. Сонда 2z тең болады 7-ге. Мына жерде көрейік. Жоғары жақта a қосылған 10 тең болады 1 қосылған 13. a бізде 4-ке тең. Так, енді мына жерде қате кеткен сияқты, мынау 5 болу керек. Сонда z 7 азайтылған 5 2-ке тең болады. Бұл 4-те 2 гелий болады. Келесі енді ә. 40-та 20 кальций қосылған гамма радиация, ол 0-ден 0 болады. Ол мына жақта белгісіз бір элемент. Протон 1-де 1, нейтрон 1-де 0. Жоғары жақта 40, мұндай a қосылған 2. Сонда a бізде 38 болады екен. Астында z 20 азайтылған 1, яғни 19. 38-де 19, мұнау потассиум болады екен. Енді v a 4x қосылған альфа, 12-де z y қосылған n. Альфа нейтрон. Так, a қосылған 4 тең болады 13-ке, a тең болады 7-ге. Сосын 6 тең болады z-ке, демек z 6-ға тең. Сонда мына жерде x 7-те 4 деген элемент болады. Бериллиумның бір изотопы, бериллийдің бір изотопы. Ал 12-де 6 деген бұл сутек болады. Екінші есеп. 14-те 7 азот ядросының нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пайда болады дейді. Және де альфа бөлшек пайда болады. Белгісіз элемент қарайық. 7 азайтылған 2, 5. Онда 15 азайтылған 4, 9. Жоқ, 15 азайтылған 4, 11. 11-де 5 мына элемент болады. Мына реакциялар қандай бөлшектер әсерінен жүзеге асырылады дейді. 10-да 5 қосылған бір белгісіз элемент тең болады. 7-де 3 L қосылған 4-де литий қосылған 4-де 2 гелий. 0, 11, 10 қосылған 1. Біріншісі нейтрон болады екен. Ал екіншісі
3'те 2 гелий қосылған белгісіз бір элемент. 4'те 2 гелий қосылған 2 протон. 2, 2, 4. Мұнда 2 болады. Жоғары жақта мұнда 6 азайтылған 3 болады. Бұл тура осындай гелийдің изотопы. Гелийдің изотопы екен. Ядролық реакцияның энергиялық шығуын есептеңіз дейді. Мына энергиялық шығуы неге тең болады? Мынау соңғы массалардың, алғашқы массалардан айырмашылығын табамыз. Сол кезде сол масса арқауы энергетикалық шығу болады. Кремний 29,974 қосылған сутек 1,00 7844 азайтылған алюминий 26,9815 азайтылған гелий 4,00026. Массаның атомдық бірлігі көбейтілген 931,5 мегаэлектрон вольт. Так, и бұл жерде қандай жауап шығады екен? Азайтылған 26,10,000,9815 азайтылған 4,0026 көбейтілген 931,5 минус 2,1. Мына жерде тағы да мен 0-ді артық жазып тастадым. Минус 2,1 мега электрон вольт болады. Басында бұлардың массасы аздау болды, массасы көптеу, сосын массалар азайып қалды. Демек энергия бұл жерде көп масса болады. Массаның бір бөлігі бөлінеді. Мұна ядролық реакцияда энергия жұтыла ма, әлде бөліне ма? Бериллийдің 8,0053 қосылған нейтрон 1,00867 азайтылған литий 6,941 азайтылған дейтерий 0,141 көбейтеміз 931,5 мега электрон вольтқа. 8,0053 қосылған 1,00867 азайтылған 6,941 азайтылған 2,041 көбейтілген 931,5 54,8 мегаэлектрон вольт жұтылады. Енді бүгінге соңғы есеп. Эндотермиялық реакцияның энергиясы мынаған тең. Дельта Е минус. Кестелер бойынша азот изотопының массасын анықтаңыз дейді. Оның массасы неге тең дейді. Оның массасы, қосылған протонның массасы азайтылған. Мынаны 931,5 мегаэлектрон вольтқа бөлейік. Сол кезде бұл атомдық массаның атомдық бірлігі болады. Бұлан азайтамыз бастап оттегінің изотопын және нейтронның массасы. Не болады? 16,5
999 қосылған 1,00867 азайтылған 1,0728 азайтылған 7,89 бөлінген 931,5-ке 16,992 болады екен. 16,992 массаның атомдық бірлігі. Жақсы, осымен есептеріміз бітті. Сау болыңыздар.